Бүгін оқушылармен ұлттық құндылықтар жайлы мәліметтерді толықтырдым. Ұлдарыммен бірге қазақ ертегілерін оқып, талдау жасадық. Оқушылар қазақ ертегілерін қызыға тыңдады. Талдау барысында белсенділіктері жоғары деңгейде болды. Батырлар жырынан үзінділер еске түсіріп, әсерлерімен бөлісті. Ауыз әдебиетінен танымдары бар екеніне қуандым. Ал қыздарыммен ұлттық киімдер мен әшекейлер жайлы білімдерін толықтырдым. Қыздың көзі қызылда дегендей, бірінші бас киім тақиядан бастадым. Бас киімнің қасиеті жайлы түсіндіріп, әрі қарай белдікпен таныстырдым. Кейін камзолды және оған өрнектелген оюларды қарастырдық. Әшекейлердің атауларын еске түсіріп, қыздарымды сәндедім. Ұлттық құндылықтарды тану, дәріптеу, оны күнделікті өмірде қолдануға деген бейімдері жоғары.